әлемді дүрліктірген коронавирус пандемиясынан сақтану мақсатында елімізде төтенше жағдай жарияланды. Осыған байланысты мемлекет басшысы халыққа үндеу жолдады. Халықты жұдырықтай жұмылуға, сабыр сақтауға шақырамын. Бұл күрделі жағдайды бәріміз бірге еңсереміз деп сенемін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Біз біргеміз. Қилы заманда не болмаған байтақ даламда, тарихтағы талай боранда мың жанып мың өшкенбіз. Қашан отпен суға түспедік, бақыт үшін бәрін істедік. Бірлігіміз бойға күш беріп, сан сынақты кешкенбіз. Күлтегіміз қаған білгенбіз, құламаған елміз мүлдеміз. Көк аспан мен көк ту астында күн сөнгенше біргеміз. Қаран қазақ бері кіргенбіз, құламаған елміз мүлдеміз. Әлі бізде алар асу көп, бәріміз де біргеміз. Әлі бізде алар асу көп, бәріміз де біргеміз. Оқтан шықтық құламай, аштықтан да өттік жыламай. Бәйтерек боп биік сұламай, майыспадық сынбадық. Сынақ себеп емес кейеуге, тек тазалық болса пейілде. Қою қара түннен кейінде таң атады нұрланып. Күлтегіміз қаған білгенбіз, құламаған елміз мүлдеміз. Көк аспан мен көк ту астында күн сөнгенше біргеміз. Қаран қазақ бері кіргеміз, құламаған елміз мүлдеміз. Әлі бізде алар асу көп, бәріміз де біргеміз. Әлі бізде алар асу көп, бәріміз де біргеміз. Құламаған елміз мүлдеміз. Көк аспан мен көк ту астында күн сөнгенше біргеміз. Қаран қазақ бері кіргеміз, құламаған елміз мүлдеміз. Әлі бізде алар асу көп, бәріміз де біргеміз. Әлі бізде алар асу көп, бәріміз де біргеміз. Әлі бізде алар асу көп, бәріміз де біргеміз.